Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, қамыры жұп-жұмсақ болатын, 3 түрлі начинкамен пицца жасайтын боламыз. Бұл пиццаның дәмін татқан адамдар рецебін сұрайды. Сондықтан да видеоны аяғына дейін тамашалауға кеңес беремін. Бірінші пицца ол колбасамен болады, және огурцы, помидор, маслины, және сыр, және де майонез, кетчуп, және тесто. Тестаны сіздер менің каналымнан көрсеңіздер болады. Толық нұсқасы қалай жасау керек, қалай істеу керек, сол видеода көрсетілген. Соусын жасаймын. 3 түрлі соус болады. Біріншісі майонез бен кетчуп. Пиццаға мен 1 ас қасық майонез, ас қасық кетчуп қосамын. Міне соусымыз дайын. Форманың ішін майлап аласыздар, және он сеуіп пиццаны форманың ішіне саламын. Соусымызды саламын. Шетіне 1 сантиметр жеткізбей жағамын. Салмасына начинкасын өздеріңіз ойларыңызша салсаңыздар болады. Сіздерге жай ғана осындай 3 түрлі рецепті көрсетейін. Бірінші пицца дайын, ысып тұрған духовкаға саламын. 200-220 градуста болу керек. 6-7 минут пісірамын. Тек қана мына шет жақтары қызарған кезде, қатты қызартпайсыздар. Қызарған кезде уже аласыздар. Пиццаға бізге керек. Екінші пицца бізде етпен, тауықтың етімен болады. Тауықтың еті қуырылған, және сыр, помидор, огурцы, оливки, және тесто. Ал екінші пиццаның соусы томатный паста мен майонез.
майонез, 1 қасық, және де 1 қасық кетчуп, және де мынандай кептірілген укроп саламын. Егер де сіздерге соус аштырақ керек болса, ішіне ашты бұрыш салсаңыздар да болады. Дайын. Пиццаға да жеттік. Соус. Пиццаның құрамында солёный огурцы, огурчик, және фасоль қайнатылған. Алдын ала пісіріп алдым. Жұп-жұмсақ, және де маслины, сыр, Солёный, және де болгарский перец. Огурцы саламын. Фасоль. Бұл пицца ет жемейтін адамдарға. Колбаса жемейтін Біздің пиццамыз дайын болды. Өте керемет, 3 түрлі дәм. Рецепт пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліңіз. Әлі де көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Замира, сау болыңыздар.